Мен Құрманғазы Сағырбайұлы. 19 ғасырда өмір сүрген домбыраның үнін халықтың жүрек соғысына айналдырған күйшімін. Қазақ халқының әдеби және музыкалық мұрасы рухани мәдениеттің өзегі. Музыка поэзиядан, жырдан, салт дәстүрден бөлек емес. Ежелден жыраулар қобызбен, домбырамен батырлық жырларды толғады. Ер тарғын қыз, жібек еңлік кебек қозы көрпеш баян сұлу секілді эпикалық дастандар халықтың тарихи жадын сақтады. Музыкалық аспаптар сол мұраның тірі куәсі. Қобызды қорқыт есімімен байланыстырамыз. Домбыра күйдің киелі аспабы. Сонымен қатар жетіген, адырна, сырнай, керней, даңғыра, дабыл, шам қобыз сияқты аспаптар халқымыздың тұрмыс тіршілігімен сабақтас дамыды. Күйлер кейде құстарға, жануарларға арналды, кейде бала не жануар төліне жоқтау күйі болып шырқалды. 19 ғасырда Қазақстанның батыс және орталық өңірінде күйшілік дәстүр кемелденді. Мен Дәулеткерей, Тәттімбет, Дина Нұрпейісова секілді күйшілер сол мектептің өкілдері болдық. Орталық және шығыс өңірде Біржан Сал, Ахан Сері, Жаяу Мұса сынды әншілер кәсіби ән мектебін қалыптастырды. Жетісуда айтыс өнері дамыды. Қазақтың дәстүрлі мерекелерінің ішіндегі ең бастысы Наурыз, көктемгі күн мен түн теңелген күні тойланады. 7 дәмнен Наурыз көже әзірленеді. Бұл береке, ырыс, даналық, денсаулықтың белгісі. Мерекеде айтыс, көкпар, күрес, арқан тарту, қыз қуу секілді ұлттық ойындар өткізіледі. Көкпар батырлық пен ептіліктің, жігер мен намыстың көрінісі. Қазақ халқы 12 жылдық мүшел күнтізбесін қолданды. Халықтық білімге фольклор, ырым-тыйым, астрономиялық таным, емшілік дәстүрі енді, патриотизм туған жерге, мәдениет пен дәстүрге құрмет. Дәстүр жаңғыруға кедергі емес, қайта ұлттық рухты сақтайтын тірек. Менің домбырамның үні сол рухтың үні. Рухани мәдениетімізді ұлықтау, елдігімізді сақтау.